Құпия үңгір. Әскерден келген кезім. Анамның әпкесі үйге құтты болсын айтып, жағдай сұрасып арнайы келген болатын. Шай үстінде әңгімеден әңгіме шығып, нағашы әпкем анама: баяғы Кәрібекті көрдім. Алған әйелінен балада сүймей, әйелді жақында қайтыс болып, белі бүкірейіп әбден әбіржіп қалыпты. Өзіңнен де бар, сол кітаптың киесі ұрды дедім деп, әлдегімді әңгіме қылып отырды. Басында мән бермедім. Кейіннен сол киелі кітаптар әлі де көз алдымда деген жерін естіп қалып, құлағым елең ете қалды. Жастайымнан кітап оқып, тарих, әдебиетке құмар болған мен үшін бір қызығушылық пайда болып, сөзге араласып: кімді айтып отырсыз, не болған еді деп сұрадым. Екеуі де бір-біріне қарасып, ұзақ жылдар сақтаған құпиясын айтамыз ба жоқ па дегендей үнсіз отырды да: жай әншейін деп жылы жауап қоя салды. Бір кереметтей құпия, тарихи оқиға екен іштей сезіп, анам мен нағашы әпкеме айтуын өтініп қолқа салдым. Басында айтқылар келмей біраз әбіржітті. Жаңадан әскерден келіп, ыстық суға басылмаған ұлдарының көңілін қимады ма? Эх, шырағым, қаншама жыл іште сақталып келіп еді, айтсам айтайын, бір жүк түскендей жеңілдеп қалайыншы деп нағашы әпкем әңгімесін бастап кетті. Кеңес үкіметі орнап, 1923-24 жылдары Лениннің діна пейін деп өз саясатын жүргізіп тұрған қиын қыстау заман еді. Анаң ол кезде жасы 1-2 жаста ғана болатын. Бай тұқымы деп қуғынға ұшыраған ауылдың беткі ұстар ер азаматтардың ішінде біздің де әкеміз болатын. Ауылда еркек кіндіктілерінің ішінде тек қана жасы 80-нен асқан бір молда шалғаны қалған, онда да Құран намазын жасырынып оқитынын апам марқұм айтып отырушы еді. Мамыр айының жайма шуақ аяқ кез. Табиғат тура бір кілем төсегендей қызылды, көк тамаша құлпырып тұрған кез. Күндегі ермегіміз таудың шатқалын аралап, қыр сайын кезіп, неше түрлі әсем гүлдер теретінбіз. Мен, көрші құрбы-қыз және тағы бір ұл үшеуміз Созақтың әйгілі қарт Қаратауының күн батыс жағында асыр салып ойнап жүргенбіз. Менің жасым 11-лерде болатын. Қалғандарымыз шамалас, арамыз 1-2 жас ойын балас едік. Аспанда алтын күн сәулесін шашып, төбемізге келіп, түс уақыты болып қалған кез. Ойымызда ештеңе жоқ, күнде өтіп жүрген бір жартастың жанынан өте бергеніміз сол-ақ еді. Әлгі көрші қыз аяғы басқан жерінде саудырама тастар сырғып, өзді жаңа пайда болған белгісіз үңгірге түсті де кетті. Әдепкі де түсінбей, қимылсыз бір-бірімізге қарап тұрып қалғанбыз. Біз барғанда үңгір аузындағы кәдімгі тастың диірмен сияқты қозғалып ашылатынын көріп таң қалдық. Бір адам түсетіндей текпешекті байқап, сонымен ақырын түсе бастадық. Үңгір аузы жарық екенде, арғы жағы күңгірт қараңғы. Күн сәулесі үңгірдің аузына дәл түсіп тұр. Іші шамамен 3-4 киіздің қатар тігілгеніндей көлемдірек. Қыз баласы болғасын ба, қабырғаға жақын бірінің үстіне бірі әдемілеп жиналған, көздің жауын аларлықтай небір парсы кілемдері көзімізге бірден ыстық басылды. Бәрімізде үн жоқ, аң-таңбыз. Бұрын әжемнен талай ғажайып қазыналар жайлы жыр қиссаларын тыңдағанымыз болмаса, мынандай мол қазынаға тап боламыз деп үш ұйықтасам түсіме де кірген емес. Араларында үлкендер мен болғандықтан, бәрі менің соңымнан қимылдарымды қайталады. Бірінші бастап мен жиналған кілемдерді ұстамақ болып қолымды созғанда, әбден күйе жеп іріп тұрған кілемдерде қолымның іздері ғана қалды. Тағы да екінші қолымды қозғағанымда тура бір шаң секілді үгітіліп сырғып түсті де қалды. Бейне бір ертегі әлем секілді. Тұтылған кілемдердің ар жағында қатар қаланған кітап сөрелері. Таң ғажайып, не деген көп кітаптар. Ол кезде ешбірімізде әріп танымаймыз. Бәріміз қызық көріп кітаптарды бірінен соң бірін суреттерін тамашалап, әр бетін парақтай бастадық. Әлі күнге шейін сол кітаптан шыққан керемет қалампардың иісі мұрнымнан кетпейді.
Ол өте жағымды иісті қазір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ата-бабаларымыз кез келген затты қалай сақтау керектігін толық меңгерген ғой шіркін. Қазіргі күні ойлап қарасам, сол кітаптар философия, астрономия ғылымдары жайында екен ғой. Барлығы да сырты сазбалшықпен жұқалап сыланған қалың кітаптар. Кезек-кезек ашып қараймыз. Есте қалғаны, айлы түнде аспан мен жер арасын байланыстырып тұрған даңғыл жолдың үстінде иығына асқан таяғының ұшында қапшығы бар сақалды кісімен және біз кентавр деп білетін белінен төмен жағы жылқы, жоғарғы жағы адам бейнеленген суреттер. Үңгірдің арғы бұрыш жағы қараңғы болса да, екі сүйеулі найзаны байқадым. Жақындауға қараңғы болғандықтан жүрексіндік, алыстан байқағанымыз сандық тәрізді бір жерге топтастырып жиналған әртүрлі пішіндегі заттар болды. Баламыз ғой, қызығып түскі ас ішетін уақыттың қалай өтіп кеткен үңгір ішінде байқамай, кейіннен қарнымыз ашып мазамыз қаша бастады. Мен өзіме ұнаған 2 кітап алдым. Қалғандар да өздеріне ұнаған 2 кітаптан алды. Сонымен үшеуміз текпешекпен жоғары шықтық та, бағанағы диірменге ұқсаған тасты үшеулеп қозғап жаптық. Ішке оңай сырғып ашылғанымен жабылуы біраз қиындықтар тудырады екен. Кейін келгенде тез табуымыз үшін тастарды үйіп белгі жасадық. Жолда бір-бірімізге бұл үңгір жайлы ешкімге тіс жармаймыз деп келісіп, үйлерімізге тарқастық. Үйге жақындағанда қалың шидің арасына өзіме ұнаған суреттері бар бір кітапты тығып үйге кірдім. Апам осы уақытқа шейін қайда жүрсің деп ұрыса бастағанында қолына әлгі қалған бір кітапты ұстаттым да бір жазадан құтылып кеттім. Таңырқаған кейпін байқап, сұрап үлгергенше ғажайып үңгірді көргенімізді түгел баяндап бердім. Апам кітапты ашып біраз қарап шықты да, қазір келем деген күйі кітапты ауылдағы жалғыз молда кісіге апарып көрсетіпті. Молда кітапты қарап шығайын деп алып қалған екен. Апам келіп, кешкі асымызды ішіп болған соң күндіз шаршағаннан ба, күндегіден ерте ұйықтап кетіппін. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, айғай шу тасыр-тұсырдан шошып ояндым. Мылтық ұстаған 2 кісі әскери киім киген ба дейім, молда шалды сүйреулеп біздің үйге ертіп келді. Күндіз бірге көрген дос баламыз көргені ішіне сыймай, әлдегімдерге үңгір жайлы айтып, олар кітапты апамның молдаға берген сол кездегі сақшыларға айтқан екен. Молдан сабап, бұл не кітап? Оқы, Құран ба дейді. Ол байғұс, қанша Құран емес, бұл ғылыми кітап қана деп ақталса да сенбей, далаға от жағып кітапты өртеп жіберді. Егерде кімде-кімнің үйінен осындай Құран кітап табылса, сендер де мынаның көргенін көресіңдер деп, молданы алдарына салып жаяу айдап кетті. Сол кеткеннен молда қайтып оралмады. Абыр сабыр басылып біраз уақыт өтіп, жүрегіміз орнына түсіп отырып, апам менен «Қане, шыныңды айт, тағы кітап бар ма?» деп сұрады. Басында жасырып, «Жоқ» дедім күмілшіп. Дауысымнан жасырып тұрғанымды байқады ма, түсі бұзылып, ашуға мінген апам шашымнан шап беріп, «Сен бізді құртайын деп жүрсің ба? Иттің ғана қызы» деп сабай бастады. Жалмауызға да жан керек дегендей, амал жоқ айтуға тура келді. Қалың ши арасынан тығылған кітапты алып келіп қолына бердім. Киіз үйдің ортасына самаурынды әкеліп, әр бетін кезек-кезек жыртып, оттығына тастап жаға бастады. Әлі таңғалатыным, апам жыртқан кітаптың әрбір беті қазіргі қағаздар сияқты емес, қиын күшпен жыртылғанын есімде. Осы күні ойлап қарасам, әр беті теріден жасалған-ау деп топшылаймын. Одан кейін әлгі жерге бару түгілі ойлауды өте қорқынышты еді. Әжем айтқан қиссалардың ішіндегі отырар кітапханасы есімде қалыпты. Ол кісінің айтқан аңызы бойынша, отырарды Шыңғыс ханның қалың әскері жаулағанда, шаһарды билеген Қайырхан бір ұл бір қыз балаға керуен бастатып, 40 түйеге кітаптарды артып, жер асты жолмен жасырын жіберген екен. Содан сол керуенді көрдім білдім деген адам баласы болмапты деп нағашы әпкем әңгімесін аяқтады. Әлгі Кәрібекті көрдім деп әңгіме қылып отырған кісісі
бұрынғы кітап жайлы айтып қойған бала екен. Сол жазығы жоқ молданың обалына қалды деп күрсінді. Осы оқиға есімнен шықпай ауылға келіп, Омарбек досым айтып, қазыналы үңгірді іздейікші деп ұсыныс жасадым. Маған таңқала қарап күлді де, қолын бір сілтеді. Арада қанша жыл өтіп жатты. Нағашы әпкемді көрген сайын, сол тауға алып барсам табаласыз ба деймін. Табуын табамау, бірақ аяғым тауға жарамайды ғой деп сылтауратқан болады. Мен де қоймай арқылап апарсам ше деймін. Бәлесі жұғат балам дейді. Ой апа, қазіргі заман басқа заман деп қоймай, ақыры уәдесін алдым. Жастық көңілмен әне барам, міне барам деп жүргенде, ол кісі де өмірден өтті. Міне, бұл күнде жасым 60-ты алқымдады. Осы әңгімені естігеніме 40 жылдай уақыт сусып өтсе де, ойымнан отырар кітапханасы әлі күнге кетер емес. Қазіргі дамыған заманда арнайы акустикалық құрылғылармен үңгірді анықтап, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздың құнды кітаптары табылса, ғылымымыз дамып, Қазақстан әлемге танылар ме деп Қойшыбай ағамыз әңгімесін аяқтады. Расында сырлы созақ, қазыналы Қаратау сонау тас дәуірінен бастап, бүгінгі күнге дейін қаншама құпия сырларды қойнына бүгіп жатқаны сөзсіз. Елнұр Қайратұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.